қалайсыңдар? Қашай. Бүгін біздің өмірімізді, біздің отрывокты көресіңдер. Мен Аяламын де. Біз бүгін не істеп жатырық, соны түсіреміз, е? Аяла өзбекпен жүр. Мультик көріп аттым, мен мультикін алып алдым. Потому что надо было снять видео. Кірпігі кекілі өскеттен. Мынандай прическа. И мынандай шаш кетіп қалған уже. Короче, менде қазір задание. Мына шкафты мына жаққа күйеуіме жылжытып берші деп айттым. Мына жерде менің орын тұр ғой, соны сол жаққа жылжыту керек. Не үшін? Потому что мына жерде фон бар. Мен осы жерде тұрып видеоға түскім келеді. Ол недостаточно. Еще мына диван мешает. Свет, камера, штатив қоюға. Мына шкафты жылжыту үшін бүкіл босату керек. И вот үстіңгі шкафтың бастап бәрін босатып жатырмын ақырындап. Соны істеуім керек. Тем временем күйеуім монтаж жасап отыр мен видеоны. Басқа бір каналға бір полезный видео түсірдік коронавирус туралы. Екі жақта сөйлейтін Дена. Как продвигается? Сен Бағып жатырмын. Әй, тиіспе? Мен жерге заттарды қойып жатырмын. Қазір бәрін шашайын деп тұр ғой. Дайындалып. Придется маған бүкіл заттарды осы жерге июге. Әй, рахмет, пожалуйста, не надо мне помогать. Ой, что за творчество это. Неохота шкаф жинауға. Но себя успокаиваю, что дорогу осилит идущий. Ақырындап разбирать етсем, я да разберу и все сделаю. Мына ойыншықтарды сұрап жатыр пластилин. Как будто мен сен үшін шығардым оны. Сен үшін шығарған жоқпын мен. Нельзя. 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 Жарайды. Смотрите, какой у нас красивый фотокубик тут. Біздің фотоларымыз. Ортасында Аяла. Былай да ашылады өзі. Бүйтесің, сөйтесің, көтересің. Короче, что істейсің. Бүкіл заттарды шығардым. Шашты жасайын, ужас. Көрсетпей ақ қойын даже. Бүкіл диван бәрі зат болды ғой. Отыратын жер жоқ. Жерге отыра салайын. Ой, сол неме да. Что хотел сказать? Короче, не үшін видео түсіріп жүрмін, не үшін влог түсіріп бастадым. Просто адамдарға басқа адамның өмірі қызық дейді ғой. Бастап көріп, жай бір влог түсіріп көрейін да. Каналыма салып көрейін, адамдарға ұнай ма, ұнамай ма деп көріп білгім келіп тұр. И еще все-таки күйеуім екеумізді негізі, не дейміз ғой, медиасфера, блогерский сферадамыз, ол да мен де, ол ютубпен ақша табады, хоть и өзінің түрін көрсетпесе де, ол басқа каналды сырттай жүргізіп сонымен зарабатывает. Мен инстаграмда основном пост жазам, особо видео түсірмеймін, но желание баяғыдан бар. И мен мысалы білемін, что мен жақсы видео түсіре аламын, күшті ютуб блогер болатынымды білемін, но знаете, это очень трудно, ол өте қиын жұмыс, это просто нереально қиын жұмыс. Оған қаншама энергия, қаншама уақыт кетеді. Вот, и сол үшін ба, әйтеуір білмеймін, бір бастай алмай сөйтіп жүретініміз. Но как-то ақырындап надо что-то делать. И еще қазір карантинда біз үйде отырмыз. Үйде отырғаннан кейін, ол постоянно офиста болғанда, не до этого было, үйде отырғаннан кейін құрып отырмай, бір нәрсе контент жасайық деп шештік. Если вдруг жақсы болып жатса, ұнап жатса, почему бы и нет. Папа. Жанымсың, не істеп жатсың сен? Бір нәрсе жақсы көреді осылай жабыстырып тастаған бүкіл жерге. Мынаның бәрін быт ужас қылдырып тастаған. Жан, мен болдым, сен қашан бітесің? Болдым мен шығарып бәрін. Мен уже монтаж жасап болдым, тоже на повторно көріп отырмын. Бірге көреміз сөйле. Болдың ба? Давай көрейік қазір. Бірге көреміз ба? Иә. Громкоговоритель қояйын ба? Оқы шаштыз? Не істеп жатырық? Шкафты разбирать етіп, бүкіл заттарды шығарып, жылжытып, заодно үсті басын сүртіп, артын бәрін тазалап жатырмыз. Басқа уақытта біз ни за что этого не делали. Но мен мына жерде просто орын босатқым келіп жатыр. Мына жерді көбірек, чтобы видео түсіру үшін орын болатындай. Мына жаққа прям до конца жылжыттық. Енді тамақ істеуім керек, голубцы жасаймын. Мына жерде Аяла тестомен ойнап отырған, оқтаумен елеп. Сол капуста бәрін дайындап қойдым. Фарш, елеп, бәрін жасаймын. Знаете, бет алды жоқ видео түсіріп, знаменитый болып, қанша миллион подписчик жинап, ақша тауып жүрген блогер өте көп қой.
А на самом деле мен ол туралы кейін айтамын, ол туралы менің мнением, почему так получается, неге простой бір нефтемский бір каналдар, нефтемский аккаунттар инстаграмда, неге олар подписчик көп жинап, неге тез жұлдыз болып кетеді, знаменит болып кетеді, неге олар көп ақша табады. Что за такой феномен? Я про это обязательно сниму видео, потому что я знаю почему. Вот. А почему умный, полезный, действительно интересный, полезный контенттардың аудиториясы аз болады, подписчиктері аз болады, ақшаларда аз болады? Это вообще совсем другая тема. Вот сол туралы видео түсірем. Так, что еще я хотела сказать? Что-то еще хотела. И вообще мен, мысалы мен күйеуімде де менде мындай идеялар болған, ол да негізі видео түсіргісі келеді, мен де түсіргім келеді. Жалғыз өзім там күшті монтажбен түсіргім келетін. Но есть один фактор под названием ребенок, который как бы, не позволяет уақыт, не позволяет свой видео түсіруге. И мы решили баламен бірге осылай семейный влог түсіре салайық деп. Ондай влогтарда көп, ондай тема, жақсы тема семейный, баламен жармасып жүріп түсіре бересің. И это тоже может быть интересно. Сондықтан почему бы и нет. Айтшы Олин. Баба, black sheep, have you any wool? Баба, скали, happy баба, носин, Уже кеш болды, тамақ істеп жатырмын әлі. Пісіп қалды. Қаншама шкафты енді маған бәрін жинастыру керек, әлі жинастырған жоқпын. Күйеуім шкафты полностью собирать етті. Енді қаншама жұмыс қалды менде әлі. Уже арқам бәрі шаршап жатыр. Жоқ, күйеуіме көмектестім, ұстап тұруға, как всегда. Аяла ан жақта өз бетімен ойнап, бояп, ойыншықтардың бәрін шытып тастады, соны жинау керек. Ура, наконец-то шкафты жылжытып, бүкіл заттарды ішіне салдым. Шаршап шалдым. Сағат неше уже? 12:30. Заттар салам дегенше. Аялан қазір. Жалғыз тұрған түсірмей. Жоқ, мен түсіріп отқан жоқпын ол жер. Қарасайшы, бетің ғана түсіріп отыр. Шашы өсіп кеткен. Артыққа тарая. Энергиясын шығара алмай жүрміз бұл кез. Күндіз ұйықтамайды еще. Так что қазір ұйықтау керек сразу. Обязательно мультик көру керек. Обязательно папасы мультик қосып береді. Аумай қалыпсыңдар, түрлерін аумай тұрсыңдар екен. Түрлерін аумай тұр. Ютубта бәрі строгий десейші. Сол. И желательно вообще баланы ютубқа, если монетизация қосын десем, если бала болса, сен детский контент көрсетуі мүмкін, так что опасно. Ну, біз семейный ғой у нас же. Ну, семейный влог. Баланы көп түсіре беру керек дегенім ғой. Семейный влогпен көрініп тұру керек. Блин, біздің влогта күлкілі нәрсе, еш нәрсе болған жоқ. Надо грамотно пошутить, чтобы было интересно. Сегодня самая не своя. Почему? Ладно, всем пока, деп па. Балапан шаштары өсіп отыр мен. Шашым түсіп көрмем, новый шаштары өсіп отыр. Прям вообще. Ладно, осымен бүгінгі влог аяқталды. Супер қызықты, супер информативный. Я не знаю, как снимают другие люди влоги, но я представила, каково это. Надо не забывать и находить телефон. Жан, я говорю так, как я думаю, а я думаю вот так вот, шала қазақша. У меня мысли идут потоком, и я қалай сөйлемге солай сөйлеймін. Вот. Мысалы, я дедім де тоқтап қалдым, мен миым қазақша сөйлеп кетті, и мен қазақша сөйлеймін. Вот такая вот у меня карагандинская душа. Что уж тут поделать, скажи мне. Если так, я хочу, если я буду өзімді осай істеру демейді, тогда я вообще ничего не буду делать. Так тогда я вообще ничего не буду делать. И поэтому я разрешаю себе говорить так, как я хочу, так, как у меня получается. Саат 12:30, біз шай ішіп отырмыз. Бұл басқа, я не знаю, что еще сказать. Как всегда, варенье жеп татты. Білмеймін, көзім көрмейді, экранға қараймын, басқа жерде көріп тұрған сияқты. Жан! Бақай қалаттар.